мұғалімдері. Міне, бүгінгі авторлық жұмыстардың маңыздылығы бойынша осы онлайн семинарға қош келдіңіздер деп айтып отырмын. Бұл онлайн семинардың маңыздылығы неде? Бұл біздің пән мұғалімдерінің өздерінің шығармашылық жұмыстарын көпшілікке тарату, яғни өз тәжірибесімен бөлісу. Осы ретте бізде қазір өздеріңізбен бірге 178-ші мамандандырылған лицейдің тәжірибелі ұстаздары, педагог зерттеушілері қатысып отыр. Қазіргі талап бойынша, аттестация ережесі бойынша барлық мұғалімдерден, зерттеушілерден де, шеберлерден де авторлық жұмыстармен және сұралып отыр, және оның трансляциясы. Бүгінгі семинар осы мақсатта іске асырылып отыр. Сондықтан бүгін сіздер біздің тәжірибелі ұстаздарымыз Әуелбекова Айнұра Мейірхановнаның, Нұсыпалиева Дариға Қамысбековнаның және Досқожаева Нұргүл Елшібековнаның жұмысымен танысасыздар. Іске сәт әріптестер, сіздерге сенім артамыз, еңбектеріңіз жарқырай берсін. Оқушылардың айтылым дағдысын дамыту мақсатында ағылшын тілі сабақтарында дебат технологиясын қолдану 11-ші сыныптарға арналған жұмыс. Әуелбекова Айнұр. Қайырлы таң, құрметті әріптестер. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы оқушылардың айтылым дағдысын дамыту мақсатында ағылшын тілі сабақтарына дебат технологиясын қолдану. Бұл бағдарлама негізі математика, жаратылыстану пәндерінде, яғни 10-шы сынып оқушыларына арналған. Бұл бағдарлама Қазақстан білім туралы заңдарына сәйкес әзірленіп, 34 сағаттық жүктемемен ұсынылады. Бағдарламаның міндеттері ағылшын тілінде ауызекі сөйлеуді дамыту, шешендік және пікірталас ережелерін үйрету, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру, шығармашылық сыни ойлауды дамыту, даулы жағдайда дипломатиялық жолмен шешу, сын тұрғысынан ойлау және коммуникативтік дағдыларды жетілдіру, әлеуметтік саяси азаматтарды қалыптастыру, талантты жастарды ынталандыру. Бағдарламаның өзектілігі дебат технологиясы әлемдік білім беру тәжірибесінде маңызды орын алады. Ол оқушылардың пікірталас дағдыларын дамытуда, көшбасшылық қасиеттерін көрсету және топта жұмыс істеуге үйрету мақсатында қолданылады. Жобаның жаңалығы, педагогикалық жаңалығы, яғни дебат ойыны оқушылардың есте сақтау, сыни ойлау және ақпаратты талдау қабілетін арттырады. Психологиялық жаңалығы, дебат, ораторлық өнер мен көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын дамытады. Жобадан күтілетін нәтиже: оқушылардың ауызекі сөйлеу тілдері жетілдіреді, шешендік және пікірталас ережелерін меңгереді, пәнге деген қызығушылығын артады, шығармашылық пен сыни ойлау қабілеттері қалыптасады, даулы мәселелерді дипломатиялық жолмен шешеді, сын тұрғысынан ойлау және коммуникативті дағдылар дамиды. Әлеуметтік саяси бағдарланған азаматтар қалыптасады және талантты жастар ынталандырылады. Яғни осы жобаны таңдаған себебім, біздің 178-ші мамандандырылған лицейде 2021 жылдан бері Gen Z деген ағылшын тілі пәнінен дебат клубы құрылған. Соның мақсаты осы бағдарламаны қолданып, яғни практика жүзінде талай жұмыстар жүргізілді. Әлі күнде қалалық, облыстық, республикалық жарыстарда жүлделі орындар алып жатқан жайымыз бар. Назарларыңызға рахмет.